Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Бүгін сіздермен осындай аяқ киімді, қара аяқ киімді алып отырмыз. Жырылған, сырылған жерлерін жасырып, әдемілеп, қалай краскілеуге болатынды ұсынамын. Көп жағдайда балалар аяқ киімде осындай ақ жырықтар немесе басқа да түстек аяқ киімдердің орны қалып кетеді. Соны бірге көріп үйде жасап көрейік. Ол үшін акрил краскасын алдық. Бұл красканы кез келген жерден табуға болады. Бағасы да қол жетімді. Және бұны краскілеу үшін сурет салғыш кисточкаларды немесе осындай губканы қолдануға болады. Кисточкадан гөрі бұл губка өте ізі қалмайды және табуға жеңіл. Сондықтан да мен сіздерге осындай губканы, ыдыс жуғыш губканы ұсынамын. Ол үшін алдымен аяқ киімді жақсылап жуып, тазалап, кептіріп, одан кейін барып, осындай осылайша видеода көрсетілгендей етіп краскілесек болады. Толықтай краскілеп, сізге қажетті жерлерді жасырып қойғаннан кейін 5-6 сағаттан кейін бұл краска толықтай сіңіп кебеді. Одан кейін жуып көрсеңіз болады. Жуғаннан кейін ол бояуы жұғып немесе тағы басқандай жағдайлар орын алмайды. Сондықтан да міндетті түрде алдағы оқу жылына аяқ киімдеріңізді әдемілеп сайлап қойсаңыздар болады.